Қытайды зерттеу орталығы ұйымдастырған іс-шараларға қатысқан сарапшылармен сұхбаттар легін жалғастырамыз. Бүгін назарларыңызға Назарбаев университетінің спорт, медицина және реабилитология магистрлік бағдарламасының директоры Елтай Рахманов мырзаның пікірін ұсынып отырмыз. Бұл сұхбатта ол Қытайда білім алу тәжірибесімен бөлісіп қана қоймай, сондай-ақ докторантураны аяқтаған соң Қазақстан игілігі үшін қалай жұмыс істеуге болатыны туралы айтып береді. Тыңдап көрейік. Есімім Елтай Рахманов, Назарбаев университетінің спорт, медицина және реабилитология магистратурасының тең директорымын. Қытай үкіметінің арнайы университеттерге арналған гранттар болды. Сол гранты бойынша докторантурамды Уханьдағы Хуажоң орталық Қытай ғылым және технология университетінде докторантурамды бітіріп, қазіргі таңда Қазақстанға келіп жұмыс жасап жатырмын. Жалпы екі елдің арасында ғылым мен технология саласында серіктестікті дамытудың үлкен маңызы өте зор. Сол салада жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда қытайлық профессорларымызбен бірге білім беру бағдарламалары, сонымен қатар денсаулық сақтау саласындағы инновациялық технологияларды Қазақстанға тасымалдау туралы жобаларымыз бар. Сол салада қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Қосымша енді жалпы осы технология, медицина саласы, денсаулық сақтау саласында көршілес ел болғандықтан, әрине бірінші Қытайға барардың алдында мен үшін маңызды Қытай елі маңызды таңдауым себебі, яғни ол қазақстандықтардың медициналық туризмге Қытай еліне бару себебі мотивация болды деп айта аламын. Сол 3 жыл төңірегінде сол тек ғылыммен айналысып қоймай, Қытай мемлекетінің медициналық денсаулық сақтау қызметінің қалай дамыған туралы, қалай денсаулық сақтау қызметі халыққа көрсетіліп жатырған туралы толыққанды зерттеуімді жасап, қазіргі таңда сәтті жұмыс жасап жатырған жайым бар.